Құрметті оқушылар, бүгінгі өтілетін сабағымыздың тақырыбы ислам тарихында 610-1258 жылдар аралығында қандай басты оқиғалар орын алды. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты орта ғасырлық шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың сипатын түсіндіру. Құрметті оқушылар, бүгін біздер жаңа бөлімді бастаймыз. Бұл бөлім ислам тарихы деп аталады. Бүгінгі сабақта біздер ислам дінінің пайда болуына алғы шарттарымен және Мұхаммед пайғамбардың дін жолында қызметінің ерекшелігімен, ислам дінінің арабтар арасында жеңіске жетуі және оның себептерімен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақтың тірек сөздері бәдәуи, сейіттер, шейхтер, ислам, пайғамбар, Мекке, Медине, хижра. Арабия түбегі географиялық орналасу бойынша екі бөлікке бөлінеді. Үлкен бөлігі далалы, шөлді аймақтардан тұрады. Бұл жердің халықтары ежелден көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Көшпелі арабтар бәдәуилер деп аталды. Мұнда жердің көп бөлігін құм басып жатыр. Тек орталықтың бөлігі мен Йемен жері шаруашылыққа өте қолайлы еді. Қалада қолөнер мен сауда дамыды. Исламға дейінгі дәуірде арабтар пұтқа табынушы халық болды. Олар күн, ай, жұлдыздар және басқа да табиғат күштеріне табынды. Бұған қоса әрбір тайпа мен рудың өз қорғаушы құдайлары болды. Әр тайпа өз құдайын артық санап, бір-бірімен жауласып отырды. Арабтардың соғыс жүргізуіне тыйым салынған киелі орындар да болды. Осындай киелі орындардың бірі Қағба ғибадатханасы еді. Оқушылар, сендердің назарларыңа бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбына байланысты Мұхаммед ислам дінінің негізін қалаушы атты бейне баянды ұсынамын. Мұхаммед пайғамбар және ислам дінінің пайда болуы. Мекке қаласында Мұхаммед өзін пайғамбар деп жариялап, халық арасында ислам уағыздарын таратты. Мұхаммед пайғамбар өзін Мұса пайғамбар мен Иса пайғамбардың ізбасары деп есептеді. Мұхаммед пайғамбардың айтуы бойынша, Құдай оны адамдарды шынайы сенімнің ережелерімен таныстыру үшін таңдады. Мекке қаласында өзіне қолдау таппағаннан кейін, Мұхаммед пайғамбар Арабияның екінші қаласы Мединеге барып паналауға мәжбүр болды. Оның бұл көшуі хижра атауымен әйгілі. Сол жерде Медине халқынан қолдау тауып, Меккеге қарсы жорыққа дайындалады. Осы жорықта жеңіске жеткен Мұхаммед Меккені ислам дінінің орталығы деп жариялайды. Мұхаммед пайғамбар алып келген дін ислам деп аталды. Мұхаммед пайғамбар шамамен 570-632 жылдар аралығында өмір сүрген. 610 жылы шамасында Мұхаммед жаңа дінді уағыздауға көшеді. Ол құдіретті Алладан басқа құдай жоқ дейді. Ал өзін құдайдың елшісі, пайғамбармын деп атайды. Ол арабтарды өзара қырқысуды доғарып, бір дінді қабылдап бірігуге шақырады. Уақыт өте келе Мұхаммедті қолдаушылар көбейіп, өздерін мұсылмандарымыз, яғни құдайға құлшылық етушілеріміз деп атайды. Өз ықпалынан айырылғысы келмеген Мекке ақсүйектері Мұхаммедтің уағыздарына қарсы шығып, оны Меккеден қудалайды. 622 жылы өзінің сахабаларымен ол Медине, Ясриб қаласына қоныс аударады. Бұл оқиғаны арабтар хижра, қоныс аудару деп атайды. Мұхаммед пайғамбар қоныс аударған 622 жылдан мұсылмандардың жыл санауы басталады. Кейінірек Меккені жаулап алған Мұхаммед бүкіл Арабия жерлерін біріктіріп, әйгілі билеушіге айналады. Алланың Мұхаммедке жіберген өсиеттері, сүрелері жинақталып жазылған ол мұсылмандардың қасиетті кітабы Құранда баяндалады. 632 жылы қаңтарында Мұхаммед пайғамбар Меккеге соңғы рет қажылық жасайды. Осы кезде исламда қажылық рәсімнің барлық салт дәстүрлері қалыптасты. Қажылықтан кейін Мединеге оралған пайғамбар көп ұзамай науқастанып, сол жылы 632 жылы дүниеден өтеді.